Аудандық музейдің Масанчи ауылдық тарихи өлкетану үйірмесінде тағылымы мол танымдық экскурсия ұйымдастырылды. Іс-шараға білімді ұрпақ үш бастауыш мектебінің 3-ші А сынып оқушылары қатысып, туған өлкенің бай тарихымен жақынырақ танысуға мүмкіндік алды. Экскурсия барысында оқушылар музей залдарындағы көне жәдігерлерді тамашалап, тарихи деректермен танысты. Әсіресе ұлттық тұрмысқа қатысты бұйымдар мен өткен дәуірден сыр шертетін құнды экспонаттар жас өрендердің қызығушылығын арттырды. Музей қызметкерлері балаларға әр жәдігердің тарихын түсіндіріп, өлкенің өткені мен мәдени мұрасы туралы мазмұнды мәліметтер берді. Танымдық шара оқушылардың тарихқа деген қызығушылығын оятып, рухани дүниетанымын кеңейте түсті. Осындай тәрбиелік мәні зор экскурсиялар жас ұрпақтың туған жерге деген құрметін арттырып, тарихи сананың қалыптасуына жол ашады. Бүгін аудандық музей кішкентай қонақтарды жылы қабылдап, танымдық сапарға жол ашты. Номер 2 Ломоносов атындағы орта мектептің 1-ші А сынып оқушылары музейге арнайы келіп, тарихи мәдени мұрамен танысу мүмкіндігіне ие болды. Экскурсия барысында бүлдіршіндер музейдің 6 залын аралап, әрбір жәдігерге қызығушылықпен үңілді. Көне бұйымдар мен тарихи экспонаттар балалардың қиялын оятып, өткен дәуірдің тынысын сезінуге жол ашты. Музей қызметкерлері әр залдағы құнды мұралар туралы түсіндіріп, жас қонақтардың танымын кеңейтуге ықпал етті. Оқушылардың көзіндегі таңданыс пен ықылас олардың сапардан ерекше әсер алғанын айқын аңғартты. Осындай танымдық кездесулер жас ұрпақтың тарихқа деген құрметін қалыптастырып, туған өлкенің рухани байлығын тануға жетелейді. Кинематография тарихында айрықша орны бар. Қыз жібек фильмінде қолданылған камзолдың тағдыры белгілі болды. Бұл туралы үкімет қаулыларында Қазақстан Республика мәдениет және ақпарат вице-министрі мәлімдеді. Вице-министрдің айтуынша кинотуындыда пайдаланылған барлық костюмдер мен реквизиттерге қатысты түгендеу және тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сондай-ақ құнды жәдігерді сақтау мен есепке алуды жүйелеу мақсатында оларды цифрландыру процесі қатар қолға алынған. Қыз жібек фильміндегі камзол қазақ кино өнерінің символдық деңгейге көтерілген тарихи жәдігерлерінің бірі. Осыған байланысты аталған костюм толық жинақталғаннан кейін Қазақфильм музейінің қорына тапсырылады. Вице-министрдің айтуынша бұл шешім актриса Меруерт Өтекешеваның ұсынысымен де қолдау тапқан. Тарихи костюмдердің бір орталықта сақталуы мен жүйеленуін құптаған. Министрлік өкілдері мұндай құнды мұраларды сақтау ісі бұдан былай да қатаң бақылауда болатын, ал отандық фильмдерге қолданылған реквизиттердің барлығы арнайы базаға енгізіліп жатқанын атап өтті. Осылайша қазақ киносының алтын қорына айналған жәдігерлер енді жаңа форматта сақталып, цифрлық жүйе арқылы қолжетімді болмақ. Елордада ұлттық музей қабырғасында Қазақстан-Франция 2026 халықаралық музейтану форумы өз жұмысын бастады. Ауқымды басқосуда тарихи мәдени мұраны сақтау, музей ісін жаңғырту және цифрлық трансформация үдерісін кеңінен талқылауда. Форум 4-ші халықаралық Қазақстан музей конгресінің жалғасы ретінде ұйымдастырылып отыр. Іс-шараға Қазақстанмен қатар Франция, ақш және орталық Азия елдерінен келген жетекші музей директорлары, ғалымдар мен халықаралық сарапшылар қатысуда. Ашылу рәсімінде Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева форумның маңызын атап өтіп, оның мәдениет және өнер қызметкерлері күні қарсаңында өткен символдық мәнге ие екенін жеткізді. Сондай-ақ ол мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тарапынан мәдени мұраны сақтау мен насихаттауға ерекше көңіл бөлініп отырғанын еске салды. Форумның негізгі өзегі Қазақстан мен Франция арасындағы музей саласындағы ынтымақтастықты дамыту және цифрлық музей тәжірибесін жетілдіру. Бұл бағытта шетелдік сарапшылар өз тәжірибелерімен бөлісіп, келушілер санын арттыру, экспозицияны заманауи форматқа бейімдеу мәселелерін көтеруде. Жиынға сондай-ақ Әзербайжан, Қырғызстан, Түркия және Өзбекстаннан келген музей саласының мамандары қатысуда. Ұлттық музей басшысының айтуынша, қазіргі кезеңде цифрлық трансформация музей саласының ажырамас бөлігіне айналған. Қазақстанда бүгінде 286 музей жұмыс істеп, олардың қорында 4,5 миллионнан астам жәдігер сақталуы. Жыл сайын музейлерге келушілер саны 6,5 миллионнан асады. Бұл қоғамның тарихи жадыға деген қызығушылығын арттырып келе жатқанын көрсетеді.